Бәріңе сәлем, құрметті оқушылар. Бүгін біз геометрия курсының ромб тақырыбын қарастыратын боламыз. Бұл жерде балалар ромбта а квадрат синус альфа дейтін форма арқылы ауданды табасыздар. Бұл форма қайдан келді? Біріншіден ромбтың қасиетін айтып өтейік. Ромб дегеніміз тура квадрат секілді. Барлық қабырғасы тең болады балалар. Бір қабырғасы екіге тең болса, демек қалған бүкіл қабырғасы екіге тең деген секілді. Немесе бір қабырғасы аға тең десе, қалған бүкіл қабырғасы аға тең болып шығады. Енді бұның квадратта не айырмашылығы бар? Квадратта балалар есімізде болса, оның бұрышы 90 градус болатын. Оның төрт бұрышы 90 градус болатын. Ал бұл жерде ондай емес. Бұл жерде уже басқа. Мысалға, мына жері сендерде сүйір бұрыш, яғни 90 градустан кіші, мына жер осы сендерде доғал бұрыш 90 градустан үлкен болады балалар. Так, қасиеттерін айтып өттік. Енді формуласын қорытайық. Бізде S тең болады. Параллелограммды өткен кезде біз сіздерге айтқанбыз. АБ синус альфа дейтін форма арқылы барлық төртбұрыштардың ауданын қорытуға болады дедік. Тік төртбұрыштарға айттық, квадратқа айттық. Енді балалар ромб. АБ синус альфа деп жазған екенбіз. Енді S тең болады. Бізде балалар байқағандарыңдай бұның төрт қабырғасы өзара тең. Получается, міне А көбейтіледі А. Допустим, мына екеуі. Және оның арасында бұрыштың синусы, мына жерде альфа. Көбейтіледі синус альфа. Сонда бізде А квадрат синус альфа деп осы форма қорытылып шығады екен. Яғни міне балалар параллелограммнан қорытылды. Параллелограммды өткен кезде біз сіздерге бұны айтқанбыз. Келесі. Біз ромбтың ішіне ғана шеңбер сызаламыз, сыртына шеңбер сыза алмаймыз. Ешқашан ромбтың сыртына шеңбер сызылмайды балалар. Так, бізде тағы да не қалды? Және де осының радиусын айтайық. Радиусы r тең болады, h бөлінген 2 дедік. Бұл қайдан шықты? Жалпы іште сызылған шеңбердің радиусын анықтауға мынандай формула бар. Аудан бөлінеді. Так, бұны қазір басқа цветпен жазайық. R тең болады. Аудан бөлінеді жарты периметр. Бұны сіздер үшбұрыштарды өткен кезде де білесіздер. Бұл төртбұрыштарға да орындалады. Кез келген төртбұрышқа іште сызылған шеңбердің радиусын осы формула арқылы анықтауға болады. Бұның ауданы балалар сіздерде А көбейту H деп тапсаңыздар болады. Міне. А көбейту H дейтін өзінің формасы бар. Және де оны сіздер бөледі екенсіздер жарты периметрге. Периметр деген балалар ол сіздерде 4А болады. Енді соның жартысын аламыз, яғни 2-ге бөледі екенбіз. Периметр деген барлық қабырғалардың қосындысы. Сонда А көбейтілген H бөлінеді 2А. Осы жерден А мен А қысқарып кетеді, H бөлі 2 дейтін форма қорытылып шығады екен оқушылар. Мына жерде А көбейту H дейтін өзінің формуласы бар. Так, бізде биіктік 90 градуспен түсетінін ұмытпауымыз керек. Және де балалар ең басты қасиет диагоналы мен бисектрисасы тең болады. Осы ромбтың диагоналы мен бисектрисасы өзара тең болады. Мысалға, диагоналы 6-ға тең десе, дәл сол моментте оның бисектрисасы да 6-ға тең деген сөз. Есептерді шығаруды бастайық. Ромбының доғал бұрышын табыңыз. Егер оның сүйір бұрышынан жүргізілген диагонал қабырғасымен 40 градус бұрыш жасаса. Сызбасын салайық. Бізден ында ромб бар екен, және де бұдан сүйір бұрышынан диагонал жүргізілді. Енді балалар бір нәрсе айта кету керек. Бізде ромбтың диагоналдары ол 90 градус жасап қиылысады. Және де қиылысу жерінен теңге 2 бөлікке бөлініп кетеді балалар. Теңге 2 бөлікке бөлініп кетеді. Такс. Міне, мынау. Осылай теңге 2 бөліктерге бөлінеді екен. Бұны да біле жүріңіздер. Және ромбтың сүйір бұрышынан ұзын диагонал шығады. Доғал бұрышынан ең кіші диагоналы шығады екен. Жақсы, есебімізге келеміз. Енді бізге мына диагоналы дейді, қабырғасымен 40 градус бұрыш жасайды екен. Получается, мына жерді алсақ болады. Осы жерде балалар ол 40 градус жасап тұр деген сөз. Енді біз бағана айтқанбыз, ромбтың диагоналы мен бисектрисасы тең. Получается, мынау бисектрисаның да қасиетін орындай алады. Демек, мына жерде балалар бізде 40 градус деген сөз. Себебі бисектриса бұрышты теңге 2 бөлікке бөледі. Бір бұрышы қанша болса, екінші бұрышы да сонша болады. 40-40 дейтін болсақ, мысалға бізде мынау Б дейтін бұрыш болсын балалар. Б бұрышы сонда бізде қанша тең болады екен? Бізде 80-ге тең болады екен, е? Ал енді мына доғал бұрышын табайық. Доғал бұрышын қайтып табатын едік. Бұны мысалы А деп қоя салайын. Біз мынау А бұрышын табатын болсақ, онда 180-нен осы 80 градусты алып тастайтын едік. Сонда бізде 100 градус шығады. Яғни, сүйір бұрыш арқылы доғал бұрышты немесе доғал бұрыш арқылы сүйір бұрышты табатын болсаңыздар, міндетті түрде 180 градустан азайтып табасыздар. Сонда біздің есебіміз сынысқасында тұр екен балалар. Кіші диагоналы қабырғасына тең болатын ромбының доғал бұрышын табыңыз дейді. Сызбасын сызамыз әдеттегідей. Енді кіші диагоналы
балалар біз жаңа айттық, кіші диагонал ол доғал бұрышынан жүреді дедік. Вот былайынан жүргіздік. Енді қабырғасына тең болады дейді. Получается, мына екеуі 4 қабырға ол онсыз да бірдей балалар, 4 қабырға онсыз да бірдей. Бірақ енді осының диагоналы да қабырғасымен бірдей дейді. Получается, мынау да А болады екен сонда. Енді мына екеуін өшіре салайық. Бізге бұлар қажет жоқ. Енді балалар мына үшбұрышқа қарап көрсеңдер, міне барлық қабырғасы тең болып тұр. Барлық қабырғасы тең үшбұрыштың бұрыштары да тең болатын. Яғни тең қабырғалы үшбұрыштың барлық бұрышы қанша бұрыштан еді? 60 градустан еді. Міне. Барлығы 60 градустан. Бізде қазір міне сүйір бұрышы 60 градус екен балалар. Мынау диагонал. Бұл бір уақытта бисектрисаның да қасиетін орындайды. Получается, мына жерде 60 градус. Сонда мына бұрышты бүйтіп А деп қоя салайық. Бізде А бұрышымыз қаншаға тең екен? 60-ға 60-ты қоссақ, 120 градус болады екен. Доғал бұрышы 120 градус, ал сүйір бұрышы сіздерде балалар 60 градус. Бұны не арқылы таптық? Дұрыс үшбұрыштар арқылы таптық. Егер дұрыс үшбұрыштарды ұмытып қалған болсаңыздар, міндетті түрде балалар қайталау жасаңыздар. Дұрыс үшбұрыштың барлық қабырғасы тең, әрі барлық бұрышы тең болатын, және барлық бұрышы 60 градустан болатын. Дұрыс үшбұрыш деген оның қабырғалары тең болатын үшбұрыш болар. Міне біздің жағдайда мына үшбұрыш. Все, жақсы. Кеттік әрі қарай. Бір бұрышы 45 градус болатын ромбының диагоналдары мен қабырғаларының арасында бұрыштарын табыңдар дейді. Так. Бір бұрышы 45 градус болатын ромбының диагоналдары мен қабырғаларының арасында бұрыш. Яғни бізде мына жерде уже 45 градус бар екен. 45 градус бар. Енді бізге айтады, осыдан диагонал жүргіз дейді. Диагонал жүргіздім. Диагонал ол бір уақытта бисектрисада бола алады. Енді бізден сұрап тұр, мына жерді сұрап тұр. Осы жердің бұрышы қанша дейді. Бұл деген еді балалар, біз бағана айттық қой, диагонал ол бір уақытта бисектрисантта орындайды. Получается, мен мына жерді альфа деп қоя салайын. Біздің альфамыз неге тең екен? 45 градустың жартысына тең екен балалар. 45 градустың жартысына. Енді осы жерден 45-ті 2-ге бөлетін болсақ, бізде 22,5-ке тең. 22,5 градус. Бірақ бізде жауапта ондай варианттар жоқ. Енді вариантта қарасаңдар бір штрихта тұр. Ол нені білдіреді? Енді балалар қараңдар, 1 градус, ол сендерде 60 штрихқа тең болады. Мына штрихты балалар минут деп айтады. Егер 2 штрих болса, онда ол секунд. Яғни біз градусты минут секунд арқылы өрнектей аламыз. Оны сіздер мектеп программасында 7-8 сыныпта қарастыратын едіңіздер. Енді балалар қараңдар, мына пропорцияны ұмытқамаңдар. 1 градус ол 60 штрихқа тең. Енді осы жерде мен балалар қазір 2-ге бөліп жіберсем, 2 бөлігінде. Сонда мен 1-ді 2-ге бөлем, 1-ді 2-ге бөлсем, балалар 0,5 болады. Тең. 60 градусты 2-ге бөліп жіберсем, онда, кешірім сұрайым, 60 штрихты 2-ге бөлсем, 30 штрих шығады. Получается, міне 0,5 штрих, 0,5 градус, ол сендерде 30 штрихқа тең екен. Енді мен мынаны қазір былай жазамын, міне 22 градус қосылған 0,5 градус. Ал енді міне 0,5 градус деген бұл 30 штрихқа тең бола алады. Получается, 22 градус 30 штрих болады екен. 22 градус 30 штрих. Осылай шықты. Так. Кеттік әрі қарай енді доғал бұрышын табайық. Бізден диагоналдар қабырғаларының арасында бұрыштар. Так. Доғал бұрышын қайтып табатын едік. 180 градустан сүйір бұрышын алып тастаймыз. Сүйір бұрышы 45 градус. Сонда бізде жалпы 135 градус шығады. Ал енді біз тағы да диагонал жүргіземіз қазір былайынан. Вот диагонал жүргізілді. Енді диагонал ол бір уақытта бисектрисаңда қасиетін орындайтын. Яғни 135-ті теңге 2 бөлікке бөліп жібереді. 135 теңге 2 бөлікке бөлетін болса, ол 67,5 градус болады. Байқасаңдар, 67,5 градустың да бізде несі жоқ. Вариантта жауабы көрсетілмеген. Демек, біз бұны не істейміз? Түрлендіреміз штрихқа. Дәл жаңағыдай 1 градус ол 60 штрих деп аламыз. 2 бөлігін 2-ге бөліп жіберсеңдер, 0,5 градус ол сендерде 30 штрихқа тең болып шығады екен. Получается, мынау 67 градус 30 штрих болып шығады, оқушылар. Яғни біз қазір тауып тұрмыз, мына бұрышты. Мына жерді бетті деп қоя салайын, міне. Біз қазір мынаны тауып тұрмыз. Так, сонда біздің есебіміздің шешімі А нұсқасында орналасқан 22 градус 30 штрих, 67 градус 30 штрих. АБЦ ромбысының БК биіктігі 6 сантиметрге тең, АБЦ бұрышы 20 градус болса, онда ромбының ауданын табыңыз дейді. Окей.
Так, А, Б, С, Д. БК биіктігі дейді балалар. Так, бізде биіктік кеткен екен. Давайте былайынан көрсете салайық биіктігін. 6 сантиметрге тең дейді. Мынау 6 екен. А, Б, С бұрышы дейді. Так, А, Б, С 120 градус болса, яғни мына жер балалар 120 градус екен бізде. Онда ромбының ауданын табыңыз дейді. Хорошо, табайық. Енді балалар қараңдар. Бізден ауданды сұрап тұр. Ауданның ромбыда екі формасы бар еді. Ол А квадрат. То есть негізі 3 формасы бар. Қазір сабақ барысында үшіншісін айтып өтем. А квадрат синус альфа дейтін форма бар міне. Енді бізде S тең болады. А көбейту H дейтін де неміз бар, балалар, формуламыз бар. Енді бізге нені табу керек? Бізге ауданды табу керек. Ауданды табудың екі формасын жаздым. Маған не керек болып тұр? Екеуінде де қабырға керек болып тұр. Бұрыш бар. Бұрышта биіктік те бар. Маған не керек? Маған қабырға керек. Демек мен не істеймін? Мына екі формуланы бір-бірімен теңестіремін. Сонда бізде А квадрат синус альфа тең болады А көбейтілген H. Осы жерден енді А квадрат пен Аны қысқартып жіберейік. Сол кезде бізде А көбейтіледі синус альфа деген балалар міне. Біздің жағдайда мына жер 120 градус. Бірақ негізі сызбада қателіктер тұр балалар. Негізі Б примерно мына жерге сызылу керек еді. Либо мына жерге ма, себебі 120 градус доғал ғой. Кішкене Б-ның орнын ауыстырып, бірақ енді ол қатты бір әсер етпейді балалар. Просто негізі айтып өтіп жатқаным. Мына жақта 120 градус тең болады. Так, H биіктік балалар 6-ға тең. Есепте биіктікті беріп қойған 6-ға тең деп. Все, енді осы жерден қабырғасын тауып алайық. А тең болады 6 бөлінген синус 120 градус. Синус 120 градуста балалар түп астында 3 бөлінген 2-ге тең. Бөлшектің бөлімінде тұрған 2 сатылы бөлшектің ережесі бойынша алымына көбейтіліп кетеді. Мұнда сендерде 12 бөлінген түп астында 3. Немесе бұны не деп жазуға болады? Иррационалдықтан құтылып жазуға да болады. 4 түп асты 3 деп. Иррационалдықтан құтылу үшін алымында бөлімінде түп асты 3-ке көбейтеміз. Бұл кезде бізде 4 түп астында 3 шығады. Біз қазір қабырғаны тауып алдық. Енді табылған қабырғаны аламыз да, либо мына формаға қойсақ болады, либо астында тұрған формаға қойсақ болады. Өздеріңе қайсысы ыңғайлы, соған апарып қоя бересіңдер. Давайте мен астына апарып қоя салайын. А дейтін қабырғамыз 4 түп астында 3-ке тең, биіктігіміз 6-ға тең. Көбейтетін болсақ, 24 түп астында 3-ке тең болып шығады. Ондай жауап бізде Е нұсқасында орналасқан екен, оқушылар. Ромбының қабырғасы 17 сантиметрге тең, бір диагоналы 16 сантиметрге тең, ромбының екінші диагоналын табыңыз дейді. Окей. Так, мынау бізде 16 сантиметрлік диагонал болсын, ал қабырғалары 17 дейді. Қабырға 17 деген сөз, барлық қабырғасы 17 сантиметр болады балалар. Ал енді бізге ромбының екінші диагоналын тап дейді. Давайте мен екінші диагоналды жүргізейін. Екінші диагоналды жүргізді ма қараңдар, демек мына қабырға ол 16-ның жартысына тең болып кетеді автоматически 8 и мына жер 8 болады. Вот осылай екіге бөлінеді балалар. Және бізде мынау көк D2 дейтін диагонал болатын болса, бұл өзі мынау тұтастай D2 дейтін диагонал қиылысу нүктесінде ол теңде 2 бөлікке бөлінеді. Так, мен мынаны өшірейін. Сонда бізде мына бөлігі D2 бөлу 2 болады. Яғни екінші диагоналдың жартысы деген сөз ғой. D2 екінші диагонал бөлу 2 ол соның жартысы дегенді білдіріп тұр. Мына жерде де D2 бөлу 2. Әрі бұлар қиылысқан кезде қанша градус жасайды дедік? 90 градус жасайды дедік. Вот. Енді балалар мына үшбұрышқа қарасыңдар, уже өздерінде шығарып тұрған шығарсыңдар. Міне, тік бұрышта үш бұрыш. Тік бұрышта үш бұрышта есімізге не түседі? Әрине, Герон формуласы түседі. Дұрыс, ойбай, кешірім сұраймын, Герон деппін ғой. Пифагор формуласы есімізге түсіреді. Осы жерде Пифагорды қолданайық. 8-дің квадраты қосылады D2 бөлінген 2-ның квадраты тең болады балалар бізде 17 квадратта. Осы жерден D2 квадраты бөлінеді 4 тең болады 17-ның квадратынан азайтамыз 8-дің квадратын. Так, мына жерден калькулятормен есептей салайық қазір. 17-ның квадратынан біз 64-ті, яғни 8-дің квадратын азайтатын болсақ, бізде 225 шығады. Осы жерден D2-ның квадраты тең болады 4 көбейтілген 225. Түбірді қолдану арқылы квадраттан құтыламыз. Бізде D2 тең болады 4 түбірден 2 болып шығып кетеді. 225 түбірден 15 болып шығады. Сонда бізде 2 мен 15 көбейтетін болсақ 30
шығады екен, яғни 30 сантиметр оқушылар. 30 сантиметр деген ол бізде міне Е нұсқасында орналасқан. D2 ол бізде 30 сантиметр екен. Қазір енді сендер мына жерді ғана таптық қой деп түсініп қалмаңдар балалар. Бұл жерде D2 бөлу 2 тұр. Біз кәдімгі D-ның өзін тауып тұрмыз міне. D-ның өзі, яғни 30. Так, все балалар. Кеттік енді әрі қарай жылжайық. Диагоналды айттым ғой, мына жерде. Енді диагонал арқылы балалар мынандай формула бар. Диагоналдың ауданы. Диагонал арқылы аудан табу. Яғни 1 бөлінген 2 D1 көбейтілген D2 көбейтілген синус альфа. Енді балалар синус альфа болып тұр. Бізде альфа нешеге тең болады? 90 градусқа тең болады. Демек, синус 90 градуста балалар 1-ге тең. Неге? Себебі балалар мына жерде диагоналдар қиылысқанда 90 градус жасайды. Ал синус 90 градуста 1-ге тең. Получается, диагоналдардың арасында бұрыш синус 90. Ол 1-ге тең болып кетеді. Тек қана 1 бөлінген 2, диагонал 1 көбейтілген диагонал 2 дейтін формула арқылы біз ауданды анықтай аламыз. Так, все, давайте кеттік. Енді диагоналдары AC 12-ге тең, BD 16-ға тең, ABCD ромбысының AB қабырғасын табыңыз дейді. Бұл жерде біз диагонал арқылы қабырғаны анықтайын деп жатырмыз. Анда 2 диагонал қиылысты. Так, мына жерде A, B, C, D деп қояйық. AC 12-ге тең екен. Қиылысқанда теңде 2 бөлікке бөлінеді. Мынау 6, мынау 6 болып кетеді. Келесі BD 16 дейді. Қиылысқанда 2-ге бөлінеді, получается 8, 8-ден келеді. Енді бізге қабырғаны тап дейді. Қабырға деген мынау. То есть мынаның барлығы қабырға ғой енді. Просто бізге қатысты түрін жазып жатырмын қазір. Так. Енді әдеттегідей мына үшбұрышқа қарайтын болсақ, тікбұрышты үшбұрышты көреміз, әрине Пифагор формуласы. Сонда бізде 8-дің квадраты қосылады 6-ның квадраты тең болады А-ның квадратына. Получается, осы жерден А-ның мәнін табатын болсаңдар, ол 10-ға тең болып шығады екен, яғни 10 сантиметр. Ондай жауап Е нұсқасында орналасқан. Және де балалар бізде диагоналға қатысты мынандай да формула бар. D1-дің квадраты қосылады D2-ның квадраты тең болады 4А квадрат дейтін. Бұл қайдан шықты? Естеріңде болса, біз параллелограммда өткенде мына формула айтқанбыз. D1 квадрат қосылады D2 квадрат, ол тең болады 2, мынаның ішінде А квадрат плюс Б квадрат. Осындай формуланы біз параллелограммда айтып өткенбіз. Бұл параллелограммда ең қиын дейтін есептерде өте көп қолданылады. Так вот, енді бізде D1 квадрат қосылады D2-ның квадраты тең болады 2 еселенеді. Балалар, осыны тура ромбқа қатысты жазайын деп жатырмын қазір. Ромбта мынау А қабырғасы мен Б қабырғасы тең емес пе бір-біріне? Яғни А квадрат қосу А квадрат болады да сонда. Міне мынау Б дейтін қабырғамыз ромбта ол А квадратқа айналып кетеді, себебі ромбтың барлық қабырғасы тең. Получается, жақшаның ішінде 2 А квадрат болады міне. Сонда 2 мен 2 көбейтіледі да, мына формуланы шығарып береді сендерге. D1 квадрат қосылған D2 квадрат тең 4А квадрат дейтін. Так, все, давайте кеттік. Ромбының диагоналдары А және Б, ромбының биіктігін табыңыз дейді. Так. А, Б, С, Д. Ромбының диагоналдары А және Б екен. Так. Мынандай 2 диагонал бар екен. Окей, пока осылай тұра тұрсын тек қана. Ромбының биіктігін табу қажет екен. Жақсы, енді балалар қараңдар. Біз биіктікті мынау 2 диагонал арқылы өрнектеуіміз керек. Жақсы, енді біз мынандай нәрсе жазайық. S тең болады А көбейту H. Және бізде тағы да не бар? S тең болады 1 бөлінген 2 D1 D2. Мен неге бұл екенін жазып тұрмын? Себебі менде биіктік айтылып тұр. Биіктіктің ромбқа қатысты қандай формулалары бар? Есімізге соны түсіреміз. Ол сендерде радиусқа қатысты түрі бар, немесе ауданға қатысты түрі бар. Болды, басқа формуласы жоқ. То есть енді бізге шеңбер айтылмаған, получается мен радиусқа қатысты формуласын қолданбаймын. Демек мен есем ауданға қатысты формуласын жазып қоямын. Өйткені керек болуы мүмкін. Келесі. S тең болады 2-ден 1 D1 D2. Так, бұл нақты емес. Просто ауданды жазғандықтан ауданның диагоналға қатысты түрінде бірден жазып қоя салдық. Так, енді мына жерде әріптерді өзгертейік. Мынау А қабырғасы емес. Так, қабырғасын, допустим, X деп алайық балалар. Себебі диагоналдары ол А және Б деп өрнектеліп тұрды. Қабырғасын X деп ала салайық. X көбейтілген H, так, мына екеуі ол AB болады. А диагонал көбейтілген Б диагонал. Немесе бізде тағы қандай формула бар? S тең болады. То есть S емес. Так. Бізде бағана жазған мына D1-дің квадраты қосылған D2-ның квадраты тең 4А квадрат дейтінде біздің А емес. То есть мына жерге бірден
мән жерін қоя салайық. Так. А квадрат қосылған Б квадрат, ол сендерде 4х квадратқа тең. Так вот, өзімізге қажетті формулаларды балалар осылай іріктеп аламыз да, енді не істейміз? Енді былайсы, мына жерде бізде А бөлінген 2 болады, мынау Б бөлінген 2 болады. Енді мен тура осы жерге мынау x-ті осы диагоналдар арқылы өрнектеп аламын қазір. Сонда біз міне бүйтіп жазамыз. А бөлінген 2-нің квадраты, яғни Пифагор формуласын жазамын. Қосамын Б бөлінген 2-нің квадраты тең болады балалар бізден не нәрсеге? X-тің квадратына. Енді осы жерден А квадрат қосылады Б квадрат. Ол бізде тең болады 4х квадратқа. То есть мына нәрсені біз шығарып алдық қазір. Так, мынаны өшіре салайын. Енді так, мына екі форманы бір-біріне теңестірейін. X көбейтіледі H тең болады балалар бізде 2-ден 1 А көбейтілген Б. Осы жерден H-ты бір бетіне қалдырайын. Сонда бізде мынандай нәрсе болады. 1 бөлінген 2 көбейтілген А көбейту Б. Бұл жерде АБ деген балалар диагонал болып тұр, оны ұмытпаңдар. Енді X неге тең балалар? Мына жерден X-ті өрнектеп алатын болсақ, бұл дегеніміз бізде түбірдің астында А квадрат қосылады Б квадрат и бөлінеді 2-ге. Бізде X осыған тең болып шығады. Яғни 4-ті былай қарай өткіземін да, түбірдің астына алып жіберем. 4 түбірден 2 болып шығып кетеді. А квадрат плюс Б квадрат түбірдің астына қалып қояды. Сонда мына X-тің орнына мен қазір нені әкеп жазады екенмін? Өзім жаңа қорытып алған формуланы әкеп жазады екенмін. Сонда А квадрат плюс Б квадрат бөлінеді 2-ге. Енді осы жерде міне сатылы бөлшектің ережесі бойынша ең астына тұрған бөлшекті қысқарып кетеді. 2 мен 2 бізде не қалады? АБ бөлінеді А квадрат қосылған Б квадратқа. Ондай жауап балалар бізде Е нұсқасында орналасқан екен. Не жасадық? Бір айта кетейік. Балалар қараңдар, ең бірінші ромбтың диагоналдары А және Б екен. Қиылысқан кезде теңге 2 бөлікке бөлінетін жаздық міне. А бөлу 2, Б бөлу 2. Одан соң қабырғасын X дейтін айнымалмен белгілей салдым. Неге А деп белгілеген жоқпын? Себебі бізге диагоналда А деп айтып қойған. Қазір біз қабырғаны А деп жаза алмаймыз. Себебі каша болып кетеді. Яғни дұрыс емес уже. Сондықтан басқа айнымалмен жаздық. Сөйттік та енді ромбтың биіктігі туралы айтылған және диагонал туралы айтылған. Енді мен мына жерде то есть биіктік арқылы қандай формула бар жазылатын? Ол аудан немесе радиус. Мен осы жерден ауданды алдым, себебі радиуста жазылатындай шеңбер айтылмаған. Ауданды алып алдық. Одан соң S тең болады 2-ден 1 А көбейтілген Б. Бұл жерде S тең 1, 2-ден 1 АБ дегеніміз балалар диагоналдар. А және Б деген диагоналдар. Не үшін бұны жаздым? Себебі мына жерге ауданды жаздым, мына жерге ауданды жаздым. То есть биіктік пен диагоналды байланыстыратын тек ауданның формуласы бар. Сөйтіп осы екі формуланы бір-бірімен теңестірдім. Бір бетіне тек H-ты ғана қалдырдым. Неге? Себебі бізден биіктікті сұраған. Биіктікті бір жағына қалдырдым да, қабырғаны келесі бетіне қарай өткізіп жібердім. Енді менің мақсатым қабырғаны диагоналдар арқылы жазу. Мына тікбұрышты үшбұрышқа қарасаңдар, біз қабырғаны өрнектей аламыз Пифагор формуласы арқылы. Сөйтіп біз оны өрнектеп алатын болсақ, міне 4х квадрат тең болады А квадрат плюс Б квадрат. Барлығын бір жаққа жинақтап, түбірдің астына алатын болсақ, X-ті тек қана X-тің неге тең екенін көреміз. Және мына формулада тұрған X-тің орнына апарып қоямыз. Сөйтіп, мынандай өрнекті алады екен біз оқушылар. Так, ромбтың диагоналдарының қатынасы 2-нің 1-ге қатынасындай, ауданы 5-ке тең, ромбының қабырғаларын табыңыз дейді. Так, сызбасын сызып көрсетейін бірінші. Бізде 2 диагонал бар екен. Так. Аудан айтылған, диагонал айтылған. Екеуін байланыстыратын қандай формула бар? S тең болады 1 бөлінген 2, D1 көбейтілген D2 дейтін формула бар. Енді бізге не дейді? Диагоналдарының қатынасы 2-нің 1-ге қатынасында дейді. Біреуі 2x болсын, біреуі x болсын балалар. Мен қазір теңдей бөлінгендерін жазып отқан жоқпын, жалпы ұзындықтарын жазып берем балалар. Қатынасты 2-нің 1-ге қатынасында деген ғой. Демек D1 тең болады 2x-ке, D2 тең болады x-ке деп алуларыңа болады. Кәдімгі 5-ші сыныптағы қатынастың ережесі бойынша. Сонда бізде аудан бар, ауданы 5-ке тең екен, S-тің орнына ауданды жазамыз, тең болады 1 бөлінген 2 көбейтіледі. Бірінші диагонал 2x болсын, екінші диагонал просто x. Осы жерден 2 мен 2 қысқарып кетеді, бізде x-тің квадраты неге тең болды? 5-ке тең болып тұр балалар. X пен x көбейтсеңдер x квадрат, теңдіктің келесі бетінде бізде 5 тұр. Енді бізге ромбтың қабырғасын табыңыз деп тұр екен. Қабырға.
Демек қабырғасын табатын болсақ, қабырға дегеніміз такс, ол бізде мынау а болсын, иә. Бізге осы аны табу керек екен. Жақсы, енді былай жасайық. Такс. Біз 2х 1х деп алдық қой. Мынау ұзыны болсын 2х, иә. Бұл теңдей бөлінеді, мына жер x, мына жер x-тен келеді. Бағана айттық қой, диагоналдар қиылысқанда теңдей бөлініп кетеді дедік. Демек 2х болса x x-тен келеді. Мына көк, бұл просто x болсын жалпы ұзындығы, теңдей бөлінгенде ол не болады? x бөлінген 2, x бөлінген 2 болып 2 бөлікке бөлінеді. Енді мына тікбұрышты үшбұрышқа қатысы біз нені жазамыз? Пифагор формуласын жазамыз. Немесе бұлай жазып отқыларың келмесе, бірденен мына формулада сала салсаңдар болады. d1-дің квадраты қосылған d2-ның квадраты тең 4а квадрат. Мына формула бағана жазып айтқанбыз, тура осында салып есептесеңдер болады. Ол кезде біз пифагормен емес, тура осы формуламен бірден керекті өрнектерді алып алсақ та болады, оқушылар. Бірақ көбісі бұл формуланы ұмытып қалады. Естерінде пифагор болады көбісінде, сол үшін осы пифагор арқылы анықтауда айтып жатырмын. Жақсы, x-тің квадраты қосылады x квадрат бөлінген 2-ге, бізде тең болады ол а квадратқа. Бізде еді x квадратымыз балалар 5-ке тең ғой. X квадраттардың орнына сан апарып қоя саламыз. Получается 5 қосылады 5 бөлінген 2. Тең болады аның квадраты. Осы жерден бізде ортақ бөлім беретін болсақ 15 бөлінген 2. Ал енді аны анықтайтын болсақ. Такс. Бір жерден қате кетіп қалған секілдіміз. X пен X көреміз, X квадрат тең болады 5-ке. Так, X квадрат қосылады. X квадрат бөлі 4 та мұнда. Такс, 2-ні квадраттамаппын. Мына жер 4 болады балалар, мына жер 4 болады. И сонда бізде такс. 25 бөлінген 4, түбірден шығаратын болсақ 5 бөлінген 2. 5 бөлі 2 деген ол 2,5 екен балалар. Бізде мынасы қабырғаны сұрады, демек 2,5. Такс, не жасадық балалар? Ең бірінші бізден қатынас туралы беріп қойған, демек сол қатынастарды жазып алдық. Бірінші диагонал 2х, екінші диагонал просто x болсын. Енді аудан айтылған, диагонал айтылған, демек формуласын жаздық. 2-ден 1, d1, d2. Ауданның формуласы 5-ке тең орнына апарып қойдық. То есть ауданның мәні 5-ке тең орнына апарып қойдық. d1 мен d2-ның орнына 2х пен x-ті апарып қойдық. Осы жерден x квадратты өрнектедік. Бұл 5-ке тең екен. Әрі қарай не істедік? Әрі қарай балалар екі жол бар. Бірінші жол либо пифагормен барсаңдар болады. Екінші жол либо бірден ромбтың формуласымен де барсаңдар болады. Ол қандай еді формуласы? d1-дің квадраты қосылады d2-ның квадратына. Ол сендерде тең болады 4а квадратқа. Тура осыны салатын болсаңдар, давайте оны да көрсете салайын. d1 ол сендерде балалар 2х, 2х-тің квадраты қосылады d2. d2 ол сендерде просто x квадрат. Тең болады 4а квадрат. Так, мына жерде 4х квадрат қосылады x квадрат. Тең болады 4а квадратқа. Получается 5х квадрат. Тең болады 4а квадратқа. Байқасаңдар, x квадрат дейтін өрнекті алдық. Ал енді біздің x квадратымыз 5-ке тең. Орнына апарып 5-ті қойсаңдар, и сол жерден қайттан қабырғаны іздесеңдер, тура жаңағыдай 5 бөлінген 2, яғни 2,5 шығады екен оқушылар. Так, все. Бұл есепте екі жолды да көрсеттім балалар. Өздеріңізге қайсысы ыңғайлы, сонымен шығарсаңыздар болады. Просто мына жолда көп оқушылар ұмытып қалады. Мына диагонал арқылы жазуды. И мына пифагор көбісінің есінде болғандықтан осы пифагормен шығаруды көрсеттім. Ромбының сүйір бұрышы 30 градусқа тең, ромбыға іште салған шеңбердің радиусы 3-ке тең, ромбының ауданы тап дейді. Бізде мына ромбтың ішінде не бар екен? Бізде шеңбер бар екен. Осының радиусы айтылған. Бұның радиусы формуласын жазып қоя салайын бірден. Ол биіктіктің жартысы болады балалар. Биіктіктің жартысы. Ал енді радиус тең болады биіктіктің жартысына. Радиустың мәні неге тең болып тұр? Ол 3-ке тең болып тұр. Сүйір бұрышы 30 градус дейді. Яғни мына жер балалар 30 градус екен. Ал енді бізге ауданды табу керек. Бұрыш арқылы ауданды табудың қандай формуласы бар еді? Әрине бір формуласы бар, а квадрат синус альфа дейтін. Бізге қабырға қажет, ал қабырғаны табу үшін маған мына нәрсені қолдану керек. Жақсы, енді оны қалай қолданамыз? Давайте мына екеуінен мен биіктікті тауып алайын. Бұл жерден биіктікті табатын болса, ол 6-ға тең болады. Просто мынаның r-дің орнына 3 апарып қоясыңдар. Биіктікті іздейтін болсаңдар, биіктік 6-ға тең болып шығады. Енді биіктік бар екен, жақсы. Енді бізде тағы да биіктікке қатысты ауданның қандай формасы бар? А көбейтілген h формасы бар, иә? Мына екеуі де аудан ғой. Демек келесі бөліктерінде теңестірсек болады. Сонда а квадрат
синус альфа бізде тең болады а көбейтілген h. Осы жерден а квадрат пен а қысқарып кетеді, а көбейтіледі синус альфа балар. Альфа деген бізде 30 градусқа тең болып тұр. Осыны апарып қоямыз орнына. Синус 30 градуста балар 2-ден 1-ге тең. Сразу мәнін жаздым. Синус 30 градуста 2-ден 1-ге тең. Тең болады. H биіктік. Биіктігіміз 6-ға тең балар. Осы жерден қабырғаны өрнектеп алатын болса, қабырға 12-ге тең болып шығады. Яғни 2 былай қарай просто пропорцияның қасиеті бойынша көбейтіліп өтеді. Қабырғаны анықтап алдық, биіктігі бар, енді ауданды табуға болады. Өздеріңе қайсы форма қолданғыларың келеді, соны қолдансаңдар болады. Мынау арқылы да шығаруларыңа болады, мынау арқылы да шығаруларыңа болады. Себебі бұрыш та бар, биіктік те бар бізде. Мен астында формуламен шығара салайын, ол кезде бізде 12 көбейтіледі 6-ға тең 72. Есептің шешімі сын нұсқасында орналасқан. Яғни ауданды сұрады. Ауданға қандай формулалар бар? А квадрат синус альфа дейтін формула бар. Бірінші осын жазып алдым. Енді маған қабырғаны анықтау қажет. Ол үшін маған радиусты беріп қойған. Енді радиустың формуласы мен радиустың мәнін бір-біріне теңестіремін. Сөйтіп биіктікті тауып алдым. Ал енді биіктікпен ауданды байланыстыратын қандай формула бар? А көбейту h дейтін формула бар. Демек, мына екі формула екеуі де аудандікі, екеуін бір-бірімен теңестіремін. Сөйтіп қабырғаны тауып аламын. Бітті. Қабырғаны тауып алсам, мынаның орнына да апарып қоя салуыма болады, немесе мынаның орнына апарып қоя салсам болады. Өзімізге қайсысы ыңғайлы, соған апарып қоямыз. Сөйтіп ауданды анықтаймыз. Аудан 7-ге тең болып шықты. Келесі бізде 11-ші есеп. Енді бұл жерде бізде үшбұрыш айтылған екен. KMN дейтін үшбұрыш бар. Так, сызбасын салайық. KM және N. Бұл KMN үшбұрышына іште ромб сызылған, және бұның К бұрышы ромбқа да үшбұрышқа да ортақ дейді. Енді ромбтың Е төбесі Мн қабырғасында жатыр екен. Получается, міне бізде мынандай бір ромб бар екен. Мына жер Е дейтін төбе, мына Мн қабырғасында жатыр. Енді бізге Мн қабырғасын айтпаған, бірақ KM мен KN-ді айтып қойған. Яғни мына ара қашықтық М дейді. Если что, мына ара қашықтық балалар. Және де мынау KN ол бізде N-ға тең болып тұр екен. N. Енді бізге ромбтың қабырғаларын тап дейді. Ромбтың қабырғаларын, давайте біз мына жерге А деп белгілеу енгізіп қоя салайық, балалар. Мына жерлер А болсын. Так, ромбтың төрт қабырғасы бірдей екен, естеріңнен шығармаңдар. Енді балалар қараңдар. Біз қазір мынандай үшбұрышты көріп тұрмыз, және мына үшбұрышты көріп тұрмыз, байқасаңдар. Осы сары және жасыл үшбұрыш ол бір-біріне ұқсас үшбұрыш болады. Неге? Себебі олардың бұрыштары бірдей. Вот сол үшін, если что, бұл балалар үшбұрыштар тақырыбында айтылған болатын 3 сағаттық эфирді. Сол жерден тағы да бір қайталау жасап, немесе сол конспектіні қайталап шықсаңыздар болады. Так вот, енді бұл үшбұрыштар ұқсас болатын болса, біз мынандай қасиетті қолдана алатын едік. Так, сіздерге бөлексіз көрсетейін, давайте дейін деп жатырмын. К, М, Н, я? Мынау М, мына жер Н. Енді келесі жасыл үшбұрышты салайық. Мысалға мына жерде не деп алайық? Д деп ала салайық. Д, М және де Е. Енді балалар қараңдар. Бұлардың мына бұрыштары ортақ болып тұр. Біз не жаза аламыз? Біз жаза аламыз. Мынау М дейтін, яғни қазір әріптермен жазып көрсетейін бірінші. Мынау КМ-нің, яғни мына қабырғаның, мынау ДМ-ға бөліндісі, яғни қатынасы, бізде тең болады КН-нің, мына жерде КН-нің ДЕ-ге қатынасына балалар. ДЕ-ге қатынасына. Яғни біз не істей аламыз? Осы қатынасты қазір қолдана алады екенбіз. Так, енді осы нәрсені жазайық. Так. Мына бізде М-нің, мына ДМ балалар қалай табылады? Мына ара қашықтықты қалай табамыз? Оны табу үшін сіздерге бір мысал келтірейін. Допустим, бізде мынаның ұзындығы 10 болсын, мына жер 4 болсын. Мына жерді қалай табамыз? Нешеге тең екен? 6-ға тең болады. Қалай таптық? 10-нан 4-ті алып тастадық. Енді біз қазір былай жасайық. Мынаның ұзындығы М болсын, мына ара қашықтық осы жерде А болсын. Мынау нешеге тең болады сонда? Қалай табамыз? М-нан А-ны алып тастаймыз. То есть сендерде балалар тура осындай өрнек болып жатыр қазір. Мынау общий М болып тұр балалар. Мына жер ромбтың А қабырғасы болып тұр. Бізге мына жерді табу керек. Сол үшін мен не істеймін? М-нан А-ны алып тастаймын. Мына қабырға ол М минус А дейтін қабырға балалар. Жақсы, бұл тең болады екен бізде. Енді КН-нің, біз баны жаздық қой, КН-нің. КН дегенді N дейтін әріппен белгілейміз, есепте оны айтқан.
Бізде неге қатынасына? DE-ге қатынасына. DE деген ол сендерде ромбтың қабырғасы болып тұр, яғни аға. Болды, әрі қарай уже мына пропорцияны шығарасыңдар балалар. Яғни қарама қайшылап көбейтеміз. Сол кезде бізде AM тең болады. Мына жерде MN минус AN. Яғни просто қарама қайшылап көбейту. Мынау N, ол M-ға да A-ға да көбейтіліп кетеді. Ұмытып кетпеңдер, шатасып қалмаңдар. Так. Енді осы жерден A дейтін қабырғасы бар өрнектерді бір жаққа жинақтайық. Сол кезде бізде AM қосылады AN тең болады MN. Аны ортақ көбейткіш ретінде жақшаның сыртына қарай шығарып жіберейік. Так, сонда бізде M қосылған N тең болады MN. Енді аны табатын болсақ, ол бізде не болады екен? MN бөлінеді M қосылған N. Все, біз қабырғаны не істедік? Өрнектеп алдық оқушылар. Ондай жауап бізде сын нұсқасында орналасқан екен. Бұл жерде үшбұрыштардың ұқсастықтар коэффициенті арқылы шығардық есепті. Ұқсастықтар коэффициенті емес, ұқсастықтар қасиеті бойынша. Ромбтың бұрыштардың бірі 120 градус, ромбының диагоналдардың қиылысу нүктесінен ромбтың қабырғасы 2/3 қашықтықта дейді. Ромбтың периметрін тап дейді. Так. Бізде мына бұрышы балалар 120 градус екен. Мына бұрыш пен мына бұрыш есілше қарама-қарсы бұрыштары тең болады ромбта. Енді бұл бізге диагоналдарды айтылған екен балалар, мына диагоналдар. Диагоналдардың қиылысу мысалға мына О дейтін нүктеміз ромбының қабырғасынан 2/3 қашықтықта дейді. Қашықтық ол всегда 90 градус болады балалар, міне. Любой, ол тек ромбта емес, ол любой фигурада, ол стереометрияда, ол планиметрияда бір нүктеден екінші бір нүкте немесе бір нүктеден бір түзу, білмеймін, екі жазықтықтың арасы, әйтеуір қашықтық деген сөздің барлығы ол сендерде 90 градус болады, яғни перпендикуляр болады, осыны ұмытқанмаңдар. Так вот, енді бізге мына жер 2/3 дейді балалар. 2/3 екен. Так, ромбта мына жер балалар сендерде биссектриса и диагонал болып тұрады. Тура мынау да сондай. Биссектриса әрі диагонал болады балалар. Осыны ұмытқанмаңдар, сабақтың басында біз оны айттық. Енді мына бұрыш балалар 120 градус болса, демек оның қарама-қарсы бұрышы да 120 градус. Оны мен айтқанмын. И оны біздің мына диагоналымыз қиып өтті ғой. Диагонал ол биссектрисада болады. Получается, ол не істейді? 120-ны теңге 2 бөлікке бөліп жібереді. Өйткені биссектриса, диагонал екеуі бір ұғым. Ал биссектриса бұрышты теңге 2 бөлікке бөледі. Екеуі бір ұғым деген тек осы неде? Ромбта ғана. Басқа фигураларға қатысты айтып жатқан жоқпын балалар. Демек мына жер 60 градус болады, мына жер 60 градус болады оқушылар. Так, енді мынау астыңғысын өлшеп тастайық, бұл бізге қазір керегі жоқ. Так, мына жерді мен не деп алайын? Так, Е деп алайын, мына жерді С деп алайын. Енді балалар мына үшбұрышқа қарап көріңдер. Так. Мына жер Е болсын, мына жер О, мына жер С. Қандай үшбұрышты көріп тұрмыз? Әрине тік бұрышты үшбұрыш. Мына қабырғасы 2/3 болып тұр. Мына қабырғасын біз білмейміз, X деп қоя салайық. Ал мына 30 бұл не болып тұр? 30 ол сендерде диагоналдың жартысы болып тұр. Допустим, d1 бөлу 2 балалар. Біз айттық қой, диагоналдар қиылысу нүктесінде теңге 2-ге бөлініп кетеді. Сондықтан d1 бөлу 2 деп жаздық. Енді, так, мына жерді балалар біз 60 градус екен көрсетейік. Бұл 60 градус болса, мынау 90 градус болып тұрса, демек қалған үшінші бұрышта қалай табам? 180-нен 90-ды және 60-ды алып тастаймыз. Сол кезде бізде міне 30 градус шығады екен. Жақсы. Ал енді мен қазір мынау белгілеулерді өшіре тұрайын балалар. Балалар қараңдар. Біз алдыңғы сабақта айтқанбыз, егер сіздерде 30 градусқа қарсы жатқан катет болатын болса, онда ол гипотенузаның жартысына тең дедік. Гипотенуза мынау. Соның жартысын мына катет алатын қандай жағдайда? Егер де 30 градусқа қарсы жатқан жағдайда. Ал енді 60 градусқа қарсы жатқан катетті қалай табушы едік? Так, немесе қазір мен сіздерге сызбасын сызып көрсетейін. Сол кезде естеріңізге түсіп қалар. Так, мына жер 30 градус болсын, мына жер 60 градус болсын. Біздің гипотенузамыз какой-то бір x болсын. Мысалы, 30 градусқа қарсы жатқан катет болса x-ің жартысына тең деп кешегі сабақта айтып өткенбіз. Ал 60 градусқа қарсы жатқан катетті қалай табатын едік? Осы x бөлу 2-ні түбірасты 3-ге көбейтетінбіз. Біз тура осы қасиетті қолдануымызға болатын. Ал енді оқушылар қараңыздар, міне 60 градусқа қарсы жатқан катеттің алдында бізде қандай сан тұр? То есть 60 градусқа қарсы жатқан катет нешеге тең? 2 түбірасты 3-ге тең. Түбірасты 3, міне балалар, көбейтіліп тұр. Демек, оның алдында тұрған сан, түбірасты 3-тің коэффициенті, ол мынау ец катетін береді бізге. Міне мына жерде де айттық қой, бана 30 градусқа қарсы жатқан катет, ол сендерде гипотенузаның жартысына тең дедік. Ал 60 градусқа қарсы жатқан катетті табу үшін мен мына катетті аламын да, не істеймін? Түбірасты 3-ге көбейте салатынмын. Енді бізде міне түбірасты 3-ге көбейтіліп тұр екен.
Қандай сан көбейтіліп тұр? 2 дейтін сан көбейтіліп тұр. Демек бұл 2 не болып тұр, балалар? Бізде міне мынау ец катеті болып тұр екен, оқушылар. Жақсы. Енді біз бұны тікбұрышты үшбұрыштардың теориялық ақпараттары арқылы анықтадық. Қазір чисто алгебралық жолмен де шығаруға болатынын көрсетемін. Пока осыларды бір қорытып алайық. Енді мына жер 2 болса, балалар, демек мына 30 градусқа қарсы жатқан катет ол гипотенузаның жартысына тең. Получается, гипотенуза нешеге тең болып отыр, балалар? Гипотенуза ол сендерде 4-ке тең болып отыр деген сөз. Яғни 2 ол қандай санның жартысы деп ойланасыңдар? Ол 4-тің жартысы. Сондықтан мына жерге 4-ті жаздық. Яғни мына біздің диагоналымыз ол 4-ке тең болып екен, мына жер. Жақсы, енді мына үшбұрышқа қарайық, балалар. Так, мына қабырғасы 4 болып тұр. Мына бұрышы 60 градус, ал мына бұрышы 30 градус болып тұр. Ал енді балалар, 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең еді. Демек, міне 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жартысына тең. Гипотенуза қаншаға тең болады екен сонда? Ол бізде 8-ге тең болады екен. Қабырғасын тауып алдық. Бізде нені сұрап тұр? Периметр сұрап тұр. Периметрге қабырға ғана керек болды. Сонда 4 көбейтілген 8. Неге 4 көбейтілген 8? Өйткені оның мынандай 4 қабырғасы бар, әрі олар өзара тең еді, балалар. Мына 4 пен 8 көбейтесіңдер, 32. Бұл кішкене жылдамырақ шығару жолы, балалар, есепті. Егер сіздер тікбұрышты үшбұрыштармен дұрыс жұмыс жасай алсаңыздар, в принципе, қиналмай шығаруға болады. Ал енді кішкене қиналып шығаратын жолын көрсетейін. Так. Оларды өшіріп тастай тұрайық пока что. Так, давайте кеттік. Енді мына ара қашықтық ол 2 бір 3 екенін жазып қояйық. 30 дегенімізден 30 дегеніміз ол бізде диагонал, иә, d1 деп қоя салайын. d1-дің жартысы болып тұр, мына жер, балалар. Так, 4-ті алып тастай салайық. Неге d1-дің жартысы болып тұр? Қайталап айтам, диагоналдар қиылысу нүктесіне теңге 2 бөлікке бөлінеді. Ал енді мына жер 30 градус екен, жаңа біз айттық, иә, қалай шығарғанымызды 180-нен 60-ты 90-ға алып тастаймыз, 30 градусша. 30 градусқа қарсы жатқан катет, ол мына гипотенузаның жартысына тең болады. Получается, мен не деп жазалам? d1 бөлінген 4 деп жазам. Типа d1 бөлінген 2, мен соны тағы да 2-ге бөліп жіберем ғой, жартысын алу үшін. Сонда ол d1 бөлінген 4 болады, балалар. Мына тікбұрышты үшбұрышқа Пифагор формуласын қолданасыңдар. Сонда сендерде d1-дің квадраты бөлінеді. Мынаны алып квадраттаймын ғой. Сонда ол менде d1-дің квадраты бөлінген 16 болады, балалар. Оған қосамын, келесі катет 2 түбірасты 3. Бұны да квадраттаймыз. Ол бізде 12 болады, балалар. Тең болады d1-дің квадраты бөлінген 4. Давайте барлығына ортақ бөлім беріп тастай салайық. Ол кезде бізде d1-дің квадраты қосылады. Так, мына жерде 12 көбейтілген 16 болып тұра берсін пока что. Тең болады, балалар. Так, мына жерде 4-тен беретін болсақ 4d квадрат. Так, енді осы жерден біз қазір мынау d квадратты келесі бөлігіне қарай өткізіп жіберсек, 12 көбейтілген 16 тең болады 3d квадратқа. 3-ті келесі бетке қарай бөліммен өткізіп жіберемін. Сол кезде бізде 4 көбейтілген 16 тең болады d квадрат. Негізі d1 ғой, балалар, барлығы. Типа мына диагонал ғой, мына диагонал. И осы шеттен сендер d-ны табатын болсаңдар, ол неге тең болады? Түбірдің астында 4 пен 16-ның көбейтіндісі. 4 пен 16 көбейтіндісі 64, 64 түбірден 8 болып шығып кетеді. Диагонал тауып алдық, балалар. Так, d-ның 8-ге тең екенін көрдік, балалар, міне. d бізде 8-ге тең болды. Енді бұл, так, мен мына жерді өшірейін. Бұл 8 бізде мына ара қашықтық, балалар. Так, ол мына ара қашықтық 8. Енді біздің диагоналымыз теңде 2 бөлікке бөлінеді. Получается, мына жер 4-ке тең екен, балалар. То есть біз d1-дің мәнін таптық 8-ге тең, диагоналдар қиылысу нүктесіне 2 бөлікке бөлінеді, мына жер 4 тең келеді. Ал енді мына жер, балалар, 30 градус екенін білуімізге болады. Неге? Себебі оның доғал бұрышы 120 градус болып тұр. Сүйір бұрышын табу үшін 180-нен алып тастаймын 120-ны. Сонда мынау 60 градус болады. Ал енді бізде бисектриса ол бір жағы диагонал, получается 60 градусты теңге 2 бөлікке бөледі. Демек, мына жер 30 градус болады екен. Ал енді 30 градусқа қарсы жатқан катет дәл бағанағыдай ол гипотенузаның жартысына тең. Получается, мына ара қашықтық ол сендерде 8-ге тең болады екен. Уже бітті. Әрі қарай 4 көбейтілген 8 тең 32 деп ала аламыз. Жақсы. Әрі қарай ромбыға шешілген шеңбердің жанасу нүктесі оның қабырғасын 9 және 16 кесінділерге бөледі. Оның диагоналдарын табыңыз дейді. Так. Бізде, так, примерно, мынандай бір шеңбер бар екен, кішкене ұқсамай қалады енді. Ладно, өйстіп бола берсін. Так,
қабырғасы 9 және 16 дейді. То есть жанасу нүктесінде дейді да балалар. Кесінділерге бөліп тұр дейді. Міне мынау жанасу нүктесі болса, мына жер допустим 16, ал мына жер ол сендерде 9 болып тұр сонда. Енді бізге не дейді? Оның диагоналдарын табыңыз дейді. Хорошо. Бізге мыналарды табу керек екен. Так, так, А, Б, С, Д деп белгілеу енгізейік. Енді балалар, біз қазір не жасай аламыз? Біз қазір мына форманы жазып қояйық. D1-дің квадраты қосылады D2-ның квадраты, ол сендерде 4А квадратқа тең болатын. Бұл жерде А квадрат дегеніміз қабырғасы, я? То есть А дегеніміз қабырға. Демек, мен оны не деп жаза аламын? 25-тің квадраты деп жаза алады екенмін. Осы жерден енді біз әр қарай есептейтін болсақ, ол 2500 болады балалар. Яғни D1-дің квадраты қосылған D2-ның квадраты тең болады 2500-ге. Енді біз әр қарай не істей аламыз? Так, давайте, мен қазір сіздерге мына үшбұрышты байланыс сызып көрсетейін. Тікбұрышты үшбұрыш О, Б, С. Мынау гипотенуза 25 болып тұр. Енді мен бұған бүйтіп биіктік жүргізейін. Мынандай биіктік жүргізейін. Бұл биіктік не істеді? Мына 25 дейтін гипотенузаны 16 және 9 дейтін бөліктерге бөлді міне. Есілше мына жерді жазып отырмыз. Ал енді мынау H, я? Бұл не отыр балар сендерде? Ромбыға қарайтын болсаңдар, бұл шеңбердің радиусы болып тұр, байқасыңдар міне. Шеңбердің радиусы болып тұр. Енді біз оны қалай білеміз? Есілше қазір сұрақ туындауы мүмкін, ағай оны қаяқтан білдіңіз радиус болып тұрған деп. Сендер мынау жанасу нүктесіне былайынан радиусты жүргізетін болсаңдар, ол 90 градуспен түседі. Ал тікбұрышта үшбұрышта биіктікте 90 градуспен түседі. То есть тура осы нүктеден шыққан міне мынау, бұл шеңбердің радиусы болып тұр, ал тікбұрышта үшбұрыштың биіктігі де болып тұр. То есть екеуін бірдей роль, то есть бір кесінді екі бірдей рольді ойнап тұр сонда. Жанасу нүктесіне сендер радиусты жүргізсеңдер 90 градусқа тең болады. Біз оны ертең шеңбер тақырыбын өткен кезде айтатын боламыз. Жақсы. Ал енді мен осы мынау H қой, я балалар. Бұл тікбұрышта үшбұрыштың биіктігі. Давайте мен оны енді радиус деп белгілей берейін, я? Түсінген шығармыз. Енді осы радиусты мен жазатын болсам, радиустың квадраты тікбұрышта үшбұрыштарды естеріңе түсіріңдер. Ол осы екі бөліктің көбейтіндісіне тең болатын. 16 мен 9-ның көбейтіндісіне. Осы жерден R-ді тауып алатын болсақ, ол сендерде неге тең болады? Так, 12-ге тең болады. Яғни мына жер 12-ге тең болып жатыр екен бізде. Так. Бұл жер 12-ге тең болып жатыр екен. Енді так, енді балар қараңдар. Мына есепті әр қарай жалғастыруға бірнеше вариант бар. Либо сендер мынау 12 мен 9-ды қолдану арқылы тапсаңдар болады. В принципе, қате емес. Немесе, так, мына жерде балар біз мына екеуін қолданатын болсаңдар, балалар қазір былай жасауға болады. Так, мына тікбұрышты үшбұрышқа қараймыз. 12 және 9. Және біз осы жерден қайтадан Пифагор формуласын қолданамыз, себебі мынау 90 градусты құрап тұр, және мынау да 90 градусты құрап тұр, яғни екеуі катет болып тұр. Ал мынау сол катеттердің гипотенузасын сомдап тұр. Енді біз осы жерден 12-ның квадратына 9-ның квадратын түбірдің астына қосатын болсақ, 225 шығады. 225 түбірден 15 болып шығып кетеді екен. Міне, біз қазір мына жерді тауып тұрмыз 15. Демек, мына арақашықтық ол тоже 15 болады. 15-ке 15-ті қоссаңдар 30-ға тең. Получается, міне сендердің бір диагоналдарың 30-ға тең болып тұр екен балалар. Енді бір диагонал тауып алдық, ол 30-ға тең екен. Мынау форманы қайттан жазайық. Сонда бізде 30-дің квадраты қосылады D2-ның квадраты тең болады 2500-ге. Тура осы теңдеуді шығаратын болсаңдар, D2 ол сендерде 40-қа тең болып шығады балалар. 30-дің квадраты 900, былай қарай өткізіп аласыңдар. 2500-ден 9-ды азайтсаңдар 1600, екі бетінде түбірге алсаңдар, D2 40-қа тең болып шығады. Все бітті. Сонда есептің шешімі В нұсқасында орналасқан екен. Бұл жерде енді көп оқушы не нәрседен қиналады? Скорее всего, сызбадан қиналады. Сызбада балар мына нәрсенің радиус әрі ол тікбұрышты үшбұрыштың биіктігі екен білсеңіздер, в принципе, есепті оңай шығаруға болады. Ешқандай қиындығы жоқ. Так, қандай да бір сұрақтар болса, әрине WhatsApp-қа жазсаңыздар болады. Оны өздеріңіз білетін шығарсыздар. Давайте кеттік. Енді ромбыға іштей сызылған шеңбердің радиусы 5-ге тең. Ромбының периметрі 80, ромбының сүйір бұрышын табыңыз дейді. Өте оңай есеп. Бұрышты табуға қатысты келген. Іштей сызылған шеңбердің радиусы 5-ге тең дейді. Мынаның ішінде балалар сендерде не бар? Шеңбер бар екен. Енді, так, бірінші мәнін жазайық и астына формуласын да жазып қоя салайық. H бөлінген 2 еді, радиустікі.
Мен осы екеуі арқылы биіктікті тауып алсам болады. Биіктік 10-ға тең болады. Яғни міне радиус 5-ке тең, орнына апарып қоясыңдар, ашты табатын болсаңдар 10-ға тең болатынын көруге болады. Яғни биіктігі 10-ға тең болады екен. Ромбының периметрі 80 дейді. Периметр деген балалар ол сендерде 4а еді, иә? Так. Ал енді осы пидің орнына біз 80-ді қоямыз. Сөйтіп а қабырғасын тапсаңдар 84-ке бөлесіңдер, ол 20-дан келеді балалар. Получается, оның әрбір қабырғасы балалар неден келіп тұр екен? 20-дан келіп тұр екен. Бізге нені сұрап тұр? Арасында бұрыштың кішісін сұрап тұр. Сүйір бұрышы. Сүйір бұрыш деген 90 градустан кіші, яғни мына альфаны сұрап тұр екен. Ал енді альфаға қатысты қандай формула бар еді? Әрине ауданның формуласы s тең болады. А квадрат синус альфа бар. Және енді біз балалар бағана радиус арқылы биіктікті таптық қой. Демек биіктікпен де ауданда байланыстыратын формуланы жазайық. А тең болады h. То есть s тең болады а көбейту h. Осы жерден енді екеуі де аудандікі болғандықтан келесі бөліктерінде теңестіре аламыз. Получается а квадрат синус альфа тең болады а көбейтілген биіктік. А мен а квадратта қысқартамыз. А көбейтілген синус альфа тең болады h. Мәндерін орындарына қояйық. А деген 20-ға тең. Көбейтеміз синус альфа жазып қояйық. Ал биіктігіміз 10-ға тең. Осы жерден синус альфаны тапсаңдар, 10-ды 20-ға бөлесіңдер, 10-ға қысқарып 1/2 болады барлығы. Ал енді синус ол қанша градуста? 2-ден 1-ге тең. Әрине 30 градуста, демек альфаның мәні бізде 30 градус екен оқушылар. Ондай жауап е нұсқасында орналасқан. Келесі, АБС сүйір бұрышының тангенсі түбірасты 15 және АС 4 болатын АБС-да ромбының ауданын табыңыз дейді. Так, АБС-ды. Енді сүйір бұрышының тангенсі, яғни міне сүйір бұрыш дегеніміз мынау альфа. Тангенс альфаны жазып қоя салайық. Ол бізде түбірасты 15-ке тең болып тұр екен. АС қабырғасы, жоқ, АС диагонал болып тұр балалар бізде. Так. Міне мұны 4-ке тең екен. Так. АБС-да ромбының ауданын табыңыз дейді. Окей. Ауданды табуға бізде қандай формула бар? А квадрат синус альфа бар. Неге бұны жаздым? Өйткені тригонометрия айтылып тұр да, тангенс деп. Сол үшін мен а квадрат синус альфаны жазып қоя салдым. Так. Мына жер а, мына жер а болсын. Так. Ал енді балалар қараңыздар, біз қазір мынау а дейтін қабырғаны тауып аламыз. Оны қалай табамыз? Әрине косинустар теоремасымен. Косинустар теоремасы бізге не дейді? Косинустар теоремасы айтады. Мына 4-тің квадраты, яғни мына альфаға қарсы жатқан, яғни бұрышқа қарсы жатқан қабырғаның квадраты, 4-тің квадраты балалар 16, бұл тең болады. Мынау бұрышты құрап тұрған екі қабырғаның квадраттарының қосындысы получается, міне а квадрат қосылады а квадрат. Азайтылады 2а көбейтілген а. Бұл балалар қазір жазған чисто формула. Көбейтіледі косинус альфа. Арасында бұрыштың косинусына көбейтуіміз қажет. Ал енді бізге не керек екен балалар? Міне бірінші осыны жазып алдық. Енді бізге не керек? Бізге косинус альфа керек. Ал енді косинусты табу үшін бізге тангенсті беріп қойған. Тригонометрияны білген болсаңыздар, 1 қосылған тангенс квадрат альфа, ол сендерде 1 бөлінген косинус квадрат альфаға тең балалар. Енді осы жерден косинус квадрат альфаны өрнектеп алатын болсақ, ол бізде 1 бөлінген, так, 1 бөлінген 16, 2 бөлігінде түбірге алып жібереміз. Тек қана косинусты ғана қалдыру үшін. Сол кезде бізде 1 бөлінген 4 қалады. Минусты алмаймыз. Неге? Себебі бізде сүйір бұрышы деп айтылған. Сүйір бұрышы. Сүйір бұрыштан 90 градустан кіші. Косинус 90 градуста плюс 90 градустан кіші аралықта плюс таңбаны құрайды. Жақсы, енді косинус альфаның мәнін тауып алдық. 1/4-ке тең екен балалар. Так, мына жерлерді өшіре салайын қазір. Енді былай жазайық. 16 тең болады 2а квадрат азайтылады. Мына жерде 2 мен 4 қысқарады. Получается а квадрат бөлінген 2. Ортақ бөлім беріп бастай салайық. Сол кезде бізде 32 тең болады 4а квадрат минус а квадрат. Осы жерден енді а квадратты табатын болсақ, ол бізде 32 бөлінген 3-ке тең болып шығады екен балалар. Біз қазір мына жерді тауып қойдық. 32 бөлінген 3-ке тең болып тұр. Жақсы, енді бізге нені табу керек ары қарай? Бізге синус альфаны табу керек. Косинустың мәні бар жерде синусты табу өте оңай. Косинустың мәні балалар, мына жерге жазайын. Бағана оны 4-тен 1-ге тең екенін таптық. Енді синусты табу үшін не істейтін едік? Түбірдің астында
осы косинусты квадраттап азайтатынбыз бірден. Сол кезде бізде 1 бөлінген 16. Получается, түбір астында 15, ал астында 16 түбірден 4 болып шығып кетеді балалар. Все бітті. Мына формулаға әкеп қоямыз. S тең болады а квадрат. Ол бізде 32 бөлінген 3-ке тең. Оны көбейтеміз синус альфаға. Синус альфа дегеніміз түбір астында 15 бөлінген 4-ке тең болып тұр. 32 мен 4 қысқарады 8-ге. Получается 8 түбір астында 15 бөлінген 3 болады екен. Так, не істедік? Ең бірінші, әрине сызбаны сыздық балалар. Сызбасын сызып алдық та, байқап қарайтын болсақ, екі қабырғасы бірдей, үшінші қабырға ол 4, яғни мына үшбұрышқа қарап тұрмыз қазір. Осыған қатысты біз косинустар теоремасын жаздық. Косинустар теоремасын үшбұрыштарды өткен кезде айтып өткенбіз, екінші сабақта немесе үшінші сабақта айтылды. Сол жерде тура сол косинустар теоремасын бұған қолдандық. Сөйтіп косинус альфаның мәнін тауып, косинус альфаның мәні керек болды. Ал енді косинус альфаның мәнін қалай табам? Тангенс арқылы табам. Яғни тангенс ол менде түбір асты 15-ке тең болса, косинус табатын болсам, тригонометриялық формула қолданамыз, оны жазып өттік. Сөйтіп косинус тауып алдық. Орнына апарып қоямыз. Тек қана бір айнымалысы бар, теңдеу шықты. Осы теңдеуді шығарып едік, а квадраттың мәні 32 бөлу 3-ке тең екен. Яғни мына жер. Осы жерде а квадраттың орнына 32 бөлу 3-ті апарып қоямыз қазір. Енді бізге ауданды табу үшін тек бір ғана параметр табу керек, ол синус. Синусты қалай табам? Менде косинус бар міне, 4-тен 1-ге тең. Косинус 4-тен 1-ге тең болса, синусты табу үшін түбірдің астында осы 4-тен 1-ді квадраттап алып тастайтынбыз. Сонда синустың мәні түбір асты 15 бөлінген 4-ке тең болды. Мына орнына апарып қойдық. Жазған кезде 8 түбір асты 15 бөлінген 3-ке тең болып шықты оқушылар. Кеттік ары қарай. Диагоналдары 15 және 20 болатын АБСД ромбысында С доғал бұрышының төбесінен СЕ және СК биіктігі жүргізілген. АЕ СК 4 бұрышының аудан табыңыз дейді. Хорошо. Бізде бұның сызбасы. Так. АБСД. Диагоналдары 15 және 20 болатын С доғал бұрышынан мынандай екі биіктік жүргізілген екен. Екеуін бүйтіп бір қабырғаға апарып қоймаңдар. Бір қабырғаға бір нүктеден тек бір ғана биіктік өтеді балалар. Так, сонда мына жер 90, мына жер 90. Неге? Өйткені биіктік 90 градуспен жүреді. Мына жер Е, ал мына жер К. Енді бізге нені табу керек? Бізге мына төрт бұрыштың ауданын табу керек. Бұның өзінің арнайы қатып қойған формасы жоқ. Мысалға, мынандай төрт бұрыштың ауданын табуға қатып қойған формасы жоқ. Енді біз не істейміз? Біз қазір былай жасаймыз. Мына тік бұрышты үш бұрыштың ауданын табам. Мына тік бұрышты үш бұрыштың ауданын табам. Сөйтем да онда мына ромбтың ауданын алып тастаймын. Сол кезде менде мынау ішінде тұрған АЕСК дейтін төрт бұрыштың аудан шығады оқушылар. Так, все, енді сол әрекеттерді жасайық. Так, диагоналдары 15 және 20 дейді балалар. Мен диагонал арқылы нені таба аламын? Әрине қабырғаны таба аламын. 15-тің квадраты қосылады 20-ның квадраты бізде тең болады 4а квадратқа. 15-тің квадратына 20-ның квадратын қоссақ балалар, ол бізде 625 болады. Оны мен 4-ке бөліп жіберемін. Сол кезде менде а квадраттың мәні осыған тең болады. Енді аның мәнін қалай табам? Әрине түбірдің астын алып тастайтын болсам, 25 бөлінген 2 болып шығады. Сонда бұл 12,5. Яғни мысалға мына қабырға бұл 12,5 болып тұр екен балалар. Яғни ромбтың барлық қабырғасы 12,5. Енді бізге нені табу керек? Так. Мынау ромбтың биіктігі, балалар. Мынау КЦ және КЕ дегеніміз ромбтың биіктігі. Енді ромбтың биіктігін біз қалай таба аламыз? Оны біз диагоналдар арқылы таба аламыз. Неге? Себебі диагоналдың формасы қандай? 2-ден 1, D1 көбейтілген D2. Және аудандыға биіктікке қатысты қандай формула бар еді? А көбейтілген H. Екеуде ауданның формасы, демек мен есе алам, екеуінде балалар бір-біріне теңестіре аламын. Сонда, мұндай жазайық, 1 бөлінген 2, D1 көбейтілген D2, бізде тең болады А көбейтілген H биіктікке. Осы жерден 1 бөлінген 2 көбейтіледі 15, көбейтіледі 20, тең болады. Бізде А қабырғасы 12,5 көбейтілген H. Мынау дейтін балалар кәдімгі бір айнымалысы бар 5-ші сыныпта теңдеу. Бізде H неге тең болады? Так, 150-ді 12,5-ге бөлуіміз қажет екен балалар. Так, 150 бөлінеді 12,5. Бізде 12 шығады екен. Яғни H биіктік 12-ге тең екен балалар, міне мынау. Ал енді бізде мына тік бұрышты үшбұрышқа қарайық.
гипотенузамен бір катет бар, екінші катетті таба аламыз ғой. Қалай табамыз? 12,5-тің квадратынан азайтамыз 12-нің квадратын. Сол кезде бізде міне мынау кд дейтін арақашықтық шығады балалар. Так, мына жерге жазып қоя салайын, кд ол бізде қалай табылды? 12,5-тің квадратынан біз алып тастадық 12-нің квадратын. Так, бұны азайтатын болсақ, бізде 3,5 шығатын секілді ма? Так, қазір жазып көрейік. Или 2,5 бекен. Так, 12,5 азайтылады 12-нің квадраты. 3,5. Так, яғни балар біз келесі катетін тауып алдық. Тікбұрышты үшбұрыштың мынау 3,5-ке тең болды. Все, бітті. Есебіміз қазір 80%-ға шығып тұр. Әрқарай не істейміз енді? Осы тікбұрышты үшбұрыштың ауданын табамыз. Тікбұрышты үшбұрыштың ауданын табу үшін екі катетін не істейтін едік балар? Көбейтетін едік. Екі катет, яғни 12 көбейтіледі. 3,5 катет деген 90 градусты құрап тұрған қабырға балар, если что. Сонда оны біз бөлеміз 2-ке. Неге 2-ке бөлдік? Себебі формула, тікбұрышты үшбұрыштың формуласы. И осыны есептейтін болсақ, бізде 6 көбейтілген 3,5 ол 20-ға тең болады, Так. 21. Міне. Мұна екен қысқартамыз 6. 6 мен 3,5-ті көбейтеміз, бізде 21-ге тең болды. Енді, мұна үшбұрыштың ауданы 21 екен балалар. Мұнау тура сондай үшбұрыш балалар. Тура сондай тікбұрышты үшбұрыш. Неге? Себебі ромбтың биіктіктері бірдей болады қазір. Мынау да 12, и оның қабырғасы да бірдей. Мынау да 12,5, и мына катетті тапсаңдар, бұл да 3,5-ке тең болады. Сонда 3,5 пен 12-ні көбейт 2-ке бөлсеңдер, бұл жерден де не шығады? 21 дейтін аудан шығады. Енді бізге не қалды табу керек? Бізге қазір қалып тұр, осы ромбтың өзінің ауданы анықтауымыз қажет балар. Ромбтың өзінің ауданы. Так, оны қайда жазамыз? Мына заттарды бүйтіп кішірейте салайын қазір. Так. Қазір 1 минут. Все. Енді ромбтың өзінің ауданы. Ол S тең болады. А көбейтілген H дейтін формамен таба салуға болады. Оның қабырғасы 12,5, ал биіктігі 12 балалар. Оны біз жаңа тауып алдық барлығын. Сонда 12,5-ті көбейтеміз 12-ке балалар, бізде шығады екен 150. 150. Енді бізде ромбтың ауданы бар, ол 150. Мен осы 150-ден алып тастаймын. Мынау тікбұрышты үшбұрыш. Мынаның ауданы, бұның ауданы 21. Одан азайтам, тағы да мынаның ауданы. Бұның да ауданы 21. Бұнда біз 150-ден алып тастап тұрмыз нені? 42-ні балалар. Так, 150 азайтылған 42. Сонда бізде 108 шығады екен балалар. 108. Ондай жауап В нұсқасында орналасқан. Так, сіздерге көрінді ме екен? Аха, көрініп тұр. Все. Так, бұл есепте біз не істедік? Бұл есепте ең бірінші балалар қалай табамыз деген сұраққа жауап берді. Қалай табады екен біз? Бірінші ромбтың ауданын табуға керекпіз. Сол ромбтың ауданынан тікбұрышты үшбұрыштың аудандарын алып тастаймыз. В принципе, новыйдан ешқандай зат айтылған жоқ, тек қана осының комбинацияларын қалай қолдануға болатындығынан мысалын көрсеттім балалар. Так, все балалар, бізде осымен ромб тақырыбы қазір аяқталды. Қатысқандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Бұйырса, келесі сабақта аман сау жүздескенше сау саламатта болыңыздар. Үй тапсырмасы дәл осы есептерге ұқсас болады. Все, давайте, пока-пока барлықтарыңызға.